Құрметті қауым. Соңғы уақытта Шах мырзаның эфирден кеткені жайлы түрлі пікірлер айтылып жүр. Көпшілік оның орнын жоқтап, шынайы сөзімен өткір ойын сағынғанын ашық білдіруде. Себебі Шах мырза шындықты тайсалмай айтатын терең ойлы, кәсіби деңгейі жоғары журналист. Ол эфирде жүргенде әр сөзімен, әр ісімен көрерменге ой салып, жастарға бағыт-бағдар бере алатын еді. Бір көрермен былай дейді: Шах балам, қазақта мақал бар. Арық малды бақсаң, аузыңды май етер, жаман адамды тәрбиелесең, аузы мұрныңды қан етер. Мейлі, онымен жақсы болу оңай емес. Бірақ біз сізді сыйлаймыз, қолдаймыз. Тағы бірі: Шах балам, екінші эфирдегі жүргізушілік образыңызды сағындық. Шындықты айтып, жастарға нақты түсіндірме жасап, ақылыңызды жеткізе білдіңіз. Біз сізге сенеміз, әлі талай жетістіктерге жететініңізге күмән жоқ. Бұл пікірлер жай ғана сөз емес, жүректен шыққан шынайы лебіз. Шах мырзаның эфирден кеткеніне байланысты туған реакциялар халықтың әділеттілікке, шыншылдыққа деген сұранысын көрсетіп отыр. Көпшілік, сезім бағының басшысы Шах мырзаны шығарып жіберсе, қатысушылар тіпті эфирге шықпаймыз деп қолдау білдіруге дайын болған сияқты деп жазған. Сонымен бірге, Шах мырза жайлы мынадай терең пікір де бар. Мұхиттай терең адамдар болады, тереңіне сүңгігің келеді. Ал таяз адамдардың үстінен аттап өтуге тура келеді. Шах балам, сен сол тереңдердің бірісің. Қайда жүрсең де, қандай қызмет атқарсаң да, осы болмысыңды сақтап қал. Әрине, бұл өзгерістер аясында Камила ханымға қатысты да түрлі пікірлер айтылуда. Кейбіреулер оны жүргізуші ретінде көре алмайтынын айтса, басқалары керісінше: Камила журналистиканы оқымаған шығар, бірақ көкірегі ояу, білімі бар, эфирге жарасымды жан. Мен эфирді енді Камила үшін көремін дейді. Бұл әркімнің өз пікірі. Бірақ халық шынайылықты, кәсібилікті және әділеттілікті жоғары бағалайтыны анық. Қорытындылай келе, Шах мырза көрерменнің жүрегінен орын алған тұлға. Оның орнын басу оңай емес. Халық оның ойлы, терең, сауатты бейнесін әлі де іздейді, бағалайды және қолдайды. Қайда жүрсеңіз де, қадіріңіз арта берсін. Сіздің еңбегіңіз ел есінде, ал болмысыңыз көпке үлгі.